Бүгін біздің ашық сабағымыз біздің туған жеріміз Ақтөбеміздің өнімдері туралы болмақ. Яғни біз бүгінгі сабақта, ашық сабағымызда тереңірек үңіліп, ары қарай қандай өнімдеріне бай екен, кеңінен талқылайтын боламыз. Ендеше балалар, Ақтөбе туралы кім қандай тақпақ айта алады? Ақтөбенің табиғаты байлығы, еркіндігі, елдігімен саналы, сүйсіз сәби туған жер. Ақтөбенің 30 жылдық осыдан басталады. Тамаша. Үлкен Ақтөбеме жыр арнадым. Жүрегімнен төгіледі жырлар ағын. Көркіне көз тұрмайтын Ақтөбені сәл алысқа алдап кетсем сағынамын. Ақтөбе өсе берсін, өркендесін, биігінде тұрсыншы бар қаланың. Жарайсыздар балдар. Ендеше мен сіздерге бүгінгі біздің Ақтөбе қаласы жайында қысқаша мағлұмат беріп кетейін. 1869 жылы қала деген, Ақтөбе қаласы деген статусқа ие болды. Ең бірінші рет біздің қаламызда Құрмыш, Атахановка, Георгиевская, Елеңская деген сияқты көшелер пайда болады. Одан кейін 1874 жылы біздің Ақтөбе облысы деген атаққа ие боламыз. 17 аудан болған. Біздің ауданда Ақбұлақ және Арал деген аудан болған. Ол Арал деген ауданды Қызылорда облысына беріп жіберді, Ақбұлақты Орынбор қаласына беріп жібереді. Қазір бізде 14 аудан бар. Біздің Ақтөбе облысы өте шикізатқа бай. Ақтөбе облысы өте бай ел. Жарайды ма балдар? Сонымен қатар біздің Ақтөбе облысында ауыл шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысады. Біздің Ақтөбе облысында бидай өндіріледі. Сонымен қатар балдар, біздің Ақтөбе облысында танымал әйгілі азаматтар, тұлғаларымыз бар да. Оның бірі Әбілқайыр хан, біздің ханымыз, Мөңке би, Әйтеке би біздің билеріміз. Сонымен қатар сіздер білесіңдер, біздің батырларымыз бар. Міне қараңыздар балалар. Әлия, Дәне, Мәншүк, бұлар біздің қазақтың батыр қыздары. Оның барлығы біздің дүниеге келген Ақтөбе облысына. Есет атамызына Алға ауданындағы және Қобда ауданындағы мінекей Қобланды батырымыз. Балалар қараңыздар мінекей. Бұл біздің тарихи тұлғаларымыз балдар. Балалар, келесі айтарымызға көшейік. Бізде мына 4 топ бойынша қазір жұмыс жасайды балдар. Бірінші топ Алға, Ойыл, Ырғыз ауданы, екінші топ Байғанин, Темір, Қобда ауданы да, үшінші топ Мартөк, Хромтау, Әйтеке би, төртінші топ Мұғалжар, Қарғалы, Шалқар ауданы. Ендеше балалар, сіздер 4 топ болып бөліндіңдер. Осы топ бойынша сіздер қандай мағлұматқа иесіңдер, қандай шөптер өседі, қандай өзендер бар, қандай жануарлар бар, қандай өнімдер шығады, суреттеріңізді мына жерде өздеріңізге картада белгіленген аумақтарыңызға жабыстырамыз. Бірінші топтан бастаймыз қазірде. Алға ауданы, Ырғыз ауданы бар, Алға, Ойыл, Ырғыз ауданына бірінші топ өздерінің жұмыстарын ілді, жабыстырды да. Біздің жалпы облыстың барлығына ортақ төрткілік мал да. Барлық жерде төрткілік малымыз бар. Біздің қой, ешкі, жылқы, түйе, сиыр, осылардың барлығы барлық Ақтөбе облысында өседі, сонымен мал шаруашылығымен айналысады. Екінші топ темірге келеміз, балалар. Темірде бізде мұнай бар да. Жарайсыздар.
Темір ауданына толықтай кететін болсақ, бізде мұнай өндіріледі. Келе аласыз үшінші топтан. Бізде Мұғалжар, Қарғалы, Шалқар ауданында. Балалар, біздің картамыз мінекей біздің өнімдерімізге толықтай өздерін жабыстырғанда толықтыра кетсек, мінекей Темір ауданына мұнай деді, шығып жатқан қаншама жаңағы хромтаудан мысалы хром дедік, никель дедік, мына әктас жаңағы шығып жатқан өнімдерімізді біздің мінекей жануарларымыз қаншама барлық жерде біздің 4 түлік малымыз бар да балдар. Мінекей балдар мінекей өнімдеріміздің барлығы біздің Ақтөбе облысының мінекей картасына сіздер жаңа жабыстырдыңыздар да. Мінекей сонымен қатар кефир, сметана, жаңағы сүзбелер, әктас, алтын, гипс, қиыршық тас, шалқар су өзімізде шығатын жуан өнімдері. Балалар, мынау мінекей алтын өнімі. Бұл деген міне Мұғалжар ауданына шығатын. Көрдіңдер ма? Міне кәдімгі алтын. Хром міне. Мынау көмір, ауылдық жер жағатын мінекей. Отырыңдар, отырыңдар. Мынау қиыршық тастарымыз. Барлығы біздің Ақтөбе облысында өндіріледі. Тамақтарды білесіздер ғой барлығымыз, Өте жейтін тамақтарымыздың бірі да мінекей. Сіздер йогурт жақсы көрмейсіздер ме, да? Йогурт, мінекей, сметана, қаймақ, кефир, айранды. Осының барлығы біздің Ақтөбе облысында өндіріледі. Сонымен қатар бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Мал шаруашылығы және ауыл шаруашылығына айналысады. Жақсы. Тағы не айтасың? Бектің не айтасың? Бектің. Мұнай шығады. Мұнай және газ шығарады. Газ шығарады. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сендер Ақтөбе облысына, біздің Ақтөбе қаламыздың биыл 150 жылдығы, 150 жылдығына сіздер шын жүректеріңізді не тілек тілейсіңдер? Шынайы лебіздеріңізді мына жүрекшілерді алып айтсаңыздар болады. Жамбыл, қандай тілек бар еді ол? Біздің қала көбейе берсін, жайнай берсін. Келесі бере ол. Димашқа бере ол. Диназға бере ғой. Дені сау болсын да халқымыздың. Адинаға бере ғой. Дені тыныш болсын. Жарайсын. Үлкейе берсін. Жарайсын. Ақтөбем әдемі болсын. Жақсы болсын. Еліміз тыныш болсын. Жарайсын. Үлкейе берсін. Ақтөбеміз гүлдене берсін. Ақтөбе өркен болсын. Ақтөбе күшті болсын. Үшінші топ. Өнімдері көп болсын. Ақтөбе әдемі болсын. Ашат. Ақтөбе қап-қатты әдемі болсын. Аян. Дені сау болсын. Данара. Көркейе берсін. Жарайсын. Дидахмет. Тыныш болсын. Айтамын. Күні күтті болсын. Ақтөбені үлкейе берсін. Азиз. Әдемі болсын. Қаламыз көбейе берсін. Қонақ жайлы халқы бар құтты мекен. Ақтөбеме күннің көзі нұрын төккен. Тату достық ынтымақ бірлікпенен төлі ұлт бір жиналған ұлы мекен. Әдемі болсын, күшті болсын. Тамаша балалар. Олай болса, бүгінгі біздің ашық сабағымыз Ақтөбе туған жеріміздің туған өнімдері атты ашық сабағымыз осымен аяқталды. Рахмет! Бүгінгі сабақ қалай өтті? Жақсы! Көңіл күйіміз қандай? Ақтөбе туралы не үйрендік? Ақтөбенің қандай өнімдері бар екен? Қол көтеріңіздер айтамыз. Я, не шығар екен Ақтөбеден? Я айтып мұнай, газ, тамаша, сосын мұнай айттым тағы. Айран, өнімдері.
қаласымыз, я сүзбе, яғни тамаша. Ақтөбеде балалар қарап тұрсаңыздар, Ақтөбе өте бай ел екен, иә, көрдіңдер ма? Мына біздің міне Ақтөбе облысымыздың несі? Қалтасы. Біз қалтаның бәрін толтырдық па? Тамаша. Ендеше Ақтөбенің өнімдерімен біз өзіміз де не істеп жатырмыз? Тамақтанамыз, пайдалы жер асты байлығы, жер үсті байлығына өте бай екен біздің еліміз, иә? Ақтөбе қаласының неше жылдығын тойлап жатырмыз? 150 жылдығын тойлап жатырмыз. Барлығымызға мереке құтты болсын, барлығымызға керемет көңіл күй сыйлаймыз. Тамаша.